Сәлем достар, бүгін менімен бірге өте оңай үй жағдайында дайындалатын тортты жасап көріңіз. Алдымен ұнымызға бір қасық какао мен разрыхлитель араластырып қоямыз. Кейін жұмыртқаның ағының сарысынан бөліп, ең алдымен ағын жақсылап соғып аламыз. Ақуызымызды миксерлейтін ыдысымыздың ең басты қағидасы таза, ішінде су болмау керек. Сонда ол жақсы дайындалады. Және видеода көрсетілгендей масса пайда болу керек. Келесі сары уызымызға қантымызды қосып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Екі-үш минуттай жақсылап араластырғаннан кейін ақ уызымызды тек лопаткамен ғана жұмыс істей отыра сары уызымызға араластырамыз. Ақ уызымызды сары уызымызға араластырғанда міндетті түрде лопаткамен жұмыс жасау керек. Әйтпесе біздің массамыз қазір басылып қалады. Кейін жаңа алдыңғы видеода дайындап қойған ұнымызды жақсылап електен өткізіп, ақырын бөліп араластырып отырамыз. Араласқан массамызға қазір біз сұйық май мен сүтімізді бірге қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Және өзіңіз қалаған форманы алып, осылай дайындап аласыз. Егер сізге үлкенірек форма керек болса, ингредиенттердің құрамын көбейтіп отырасыз. «180 градуста қызып тұрған пеште 30 минут пісіреміз. Пісіп шыққан коржымыздың толық суығанын күтеміз. Толық суығаннан кейін алып, ақырын қарайсыз. Ортасынан 3 бөлікке бөліп, қазір кремін дайындап, кремін жағатын боламыз. Бізде үй жағдайында өте оңай дайындалатын мұндай крем шантипак пен сгущенканы араластырамыз. Осылай қоймалжың масса пайда болғанша жақсылап миксерлейсіз. Үш бөлікке бөлінген коржығымызды ақырын кезектен сала отырып, кремін жағып дайындаймыз. Бетін өз қалауыңызша әрлеуіңізге болады. Ал біздің видеода жай ғана шоколад пен шантипакты ерітіп алып, бетіне құйып қойдық. Шайларыңыз тәтті болсын, менімен бірге жасап көріңіз.